Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар, 7 сынып оқушылары. Аты жөнім Жансая Селбекқызы. Сабағымызды бастаймыз. Бізде информатика пәнінен бұған дейін тармақталған алгоритм тақырыбы болды. Бірінші тапсырма ол тармақталған алгоритм бойынша сұрақтарға ауызша жауап беру. Немесе жазбаша жауап берсеңіздер болады. Кітаптан қарап отырсаңыздар, мінекей 151 бетте 6 сұрақ берілген екен. Мінекей қандай жағдайларда тармақталу орындалады, шартты оператор қай кезде қолданылады, шартты оператордың құрылымы қандай, осы сұрақтарға жазбаша жауап берсеңіздер болады, немесе ауызшада. Келесі 22-ші өтеміз, ол кірістірілген шарттарды программалау. Бүгінгі түйінді сөздер жазып қойыңыздар дәптерлеріңізге. Егер, если, if оператор, яғни Python программалау тілінде, немесе Tony деген программалау тілдерінде жалпы қолданылатын операторлар. Әйтпесе, иначе, else, ақиқат, истина, true, жалған, ложь, false. Жазып қойсаңыздар болады дәптерлеріңізге. Бірінші мына сұрақтарға жауап береміз. Жаңа тақырып бойынша кірістірілген шарттарды программалау деп жазып, түйінді сөздерді жазамыз. Кірістірілген дегеніміз қалай? Яғни мұнда бізде Python программалау тілінде толық тармақталу алгоритмі else блогымен жүзеге асырылады. Толық тармақталу if else, яғни егер, әйтпесе құрылыммен орындалады. 155 бетте мына синтаксиске назар аударыңыздар. Бірінші if логикалық өрнек, шартты оператор, одан кейін бірінші өрнек орындалады, екінші өрнек, яғни бірінші әрекет, екінші әрекет, n өрнек, одан кейін әйтпесе else операторы, бірінші, екінші n өрнектер орындалады. Енді шартты оператордың толық құрылымы, яғни толық тармақталу алгоритм блок сызбасы, ол мынада көрсетілген. Қарап өтіңіздер 111-ші суретті. Логикалық өрнек, яғни ромб фигурада жазылады. Әрекеттер, бірінші әрекет, екінші әрекет, тік төртбұрышты форма фигурасында жазылады. Келесі, одан кейін сіздерде 156-ші бетте бірінші мысалы орындалған. Мұна программа кодын Python программалау тілінде жазып көрсеңіздер болады. Ал нәтижесі мұна оң жақтағыдай нәтиже шығу керек. Егер программа кодын барлығын дұрыс жазған болсаңыздар, сіздерге input T1 деп айнымалысына сан енгіз деп тұрады. Мысалы, мына жерде кітапта 200 деп енгізген, сіздерде 200-ді енгізіп enter деп бассаңыздар болады. Input T2-ге 250 теңге деп енгізсеңіздер болады. Яғни мұнда 500 теңгеден кем болса, бұл бірінші мысалда ақша жеткілікті, әйтпесе ақша жеткіліксіз деген хабарлама шығаратын программа. Яғни 200-250 енгізгенде екеуін қосқан кезде 450 теңге, яғни enough money деп шығып тұр, яғни достаточно денег, яғни ақша жеткілікті деп шығып тұр. Егер 350 теңге болса, одан аз болса, немесе яғни кері жағда false болған жағдайда осылай шығады. Қарап өтсеңіздер болады. Яғни ал дұрыс теңгеден болса, онда жеткіліксіз деп шығады. Қарап өтсеңіздер болады. Бұл есептің сызбасы қарап өтіңіздер. Ортада ромб фигурасында шарт жазылған. Яғни true, false, екі мәнді қабылдайды дедік. Алгоритмнің басы begin, аяғы end, және де тік төртбұрыш фигурасында формула жазылған. Прямоугольник фигурасында бізде T1, T2 айнымалылары жазылған. Енді кірістірілген деді, қараңыздар. If else құрылымына кез келген операторлар кіруі мүмкін. Соның ішінде кірістірілген шартты оператор. Мысалға, 2 рет шарт орындалады. Бірінші әрекет, одан кейін бар әйтпесе әрекеті операторында
одан кейін екінші әрекет орындалады және де тағы да әйтпесе, яғни екі шарт, екі жаңағы әйтпесе оператор орындалады. Бұл жерде қою әріппен if операторының ішіне кірістірілген шартты оператор берілген. Қарап өтсеңіздер. Бүгінгі тақырып бойынша кірістірілген шартты оператор else деген, мынау else деген, else қызметші сөзінен кейін де орналасуы мүмкін. Мынау екінші мысалды да қараңыздар. Яғни else-дан кейін де орналасуы мүмкін. Келесі, кейбір программалық кодта бізде elif деген қолданылады. Elif дегеніміз не? Жазып қойсаңыздар болады. If операторының орнына каскадты тармақталу, elif, яғни else, if сөздерінің қысқартылған elif деген кілттік сөзін қолдануға болады. Жалпы осы бүгінгі тақырыптар бойынша осы. Енді мен сіздерге Python программасы қалай ашу екенін көрсету дейін. Білесіздер, жалпы компьютеріңізде орнатылған болса, push басамыз, яғни все программы деп барлық орнатылған программаларға кіреміз да, ішінде қандай Python программалау тілінің қайсы, яғни версиясын орнаттыңыздар, соған басасыздар. Бірінші IDLE деген жаңағы программа кодын ашамыз. Ашқан кезде бірден жазбаймыз ішіне программалық кодты, жаңа new файл деп бет ашу керек. Неке ашылды бізде. Енді бұл жерде қараңыздар, файлға басамыз, new файл дейміз да. Яғни компьютерді ағылшын тілге қоямыз да, мына жерге жаңағы мысалға операторларды жаза береміз. Мысалы print болсын, input болсын, оператор барлық жазамыз. Программалық код толық жазамыз да, тексеру үшін run деп немесе F5, F5 белгісін басып тексерсеңіздер болады. Сонда ғана санды клавиатурадан енгізесіздер жаңағы enter арқылы. Тапсырма жалпы сабақ